басталды. Яғни бүгінгі сабағымыз тәрбиеге арналады. Сол үшін сабағымыз басталмас бұрын бір-бірімізге шаттық шеңберін ортаға шығып, шаттық шеңберін құрайық. Бір-бірімізге бүгін жақсы көңіл-күй тілейік. Қазір біз ортаға шығамыз. Шеңбер құрып, бір-бірімізді қолымыздан ұстап тұрамыз. Нұрислам, сен баста. Бүгінгі жаздағы адамға сен бүгін қандай көңіл-күй, қандай тілек тілейсің? Бейбарыс, мен саған жақсы көңіл-күй тілеймін. Сезім, мен саған бүгін сабақта жеңіл қойып сабақта жеңіл қоятын бала тілеймін. Мен саған Айсек, мен саған осы әділ болуды, сабақта көп нәрсе білуді тілеймін. Айдана, мен саған бүгінгі сабақта көп нәрсе білуді тілеймін және көңілді болуды тілеймін. Айсек, мен саған осы сабақта сәттілік тілеймін. Санжар, мен саған көтеріңкі көңіл-күй және өзіңді жақсы сезінуді саған тілеймін. Мен осы сабақта саған мол пайда тілеймін. Жақсы жарайсың. Нұрислам, мен саған осы сабақта жақсы көңіл-күй мен зейін қойып тұрмын. Жақсы жарайсыңдар. Көңіл-күйі көтерілді ме? Жақсы болды, иә? Осы жақсы көңіл-күймен енді орнымызға отырайық. Мен де сендерге балалар бүгін сабақты жақсы уақытта, жақсы көңіл-күймен көп пайдалы ақпарат алуды сіздерге тілеймін. Яғни бұл жерде бізде адамгершілік, саналылық дәрежесі оның тәртібі мен іс-әрекетті анықтайтын әлдеқашан дәлелденген. Барлығы біздің алған біліміміз, барлығы бекер, егер тәрбие болмаса, тәрбие тал бесіктен дейді. Ең бірінші біз тәрбиелі, саналы, сондай адамгершілігі мол азаматшылар болса, біз болашақта білімді, жақсы оқушы азаматша болатынымызға сенімдіміз. Адамның бойынан адамгершілік қасиеттер табылса, әрине сымбатты, парасатты көрінеді. Адамгершілік адамның бұл асыл қасиеті. Соның ішінде Жүсіп баласы ғой, адамгершілік пен инабаттылықты 4 қасиетін сендер өздерің білетіндей құтты білік дастанында көрсетіп берген. Шығыстың ұлы ғалымы Әл-Фараби айтқан, жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін деген. Яғни сендердің тәрбиелеріне, тәртіптеріне қарап, яғни сендердің болашақтарды айтуға болады деген сияқты мағынада айтылған. Осы мақсатта сендерге қазір бір видеоролик көрсетсем, соны мұқият көріп, өзіңізге қандай мән түйдік соны көрейік. Мам, екі сабақтан кейін ауырып жатыр деп сұрап кетейінші. Не үшін? Жаттау беріп еді, жаттап үлгере алмадым. Не істедің кешелер жаттамай? Ой, мам, ұрса бермеші. Итак ығырым шығар. Боп бе. Сосын өткендегідей біреуден таяқ жеп тұрмай ұрсайын? Балам, кешегі қайталамасын жарай ма? Анашым, олар өздері барса тиісті ғой. Өздері тиіссе де олардан алысырақ жүрші. Қалай жүр? Ісініп оқымаймыз ба? Балам, бері қарашы. Жан-жалдан, ұрыс-керістен аулақ болшы. Бізді ұятқа қалдырма. Жаттауды ұмытып қалма. Мам, екі сабақтан кейін сұрап кетейінші. Жарайды. Бірақ ауырып тұрмын деме. Ауыр деп өліп қалып жүр. Ал жөніне жатсам азғанда апайым жаны шығар. Ес. Ақша берші. 200 теңге саған, ол барып қайтуына және ыстық пирожкиге жетеді. Қарның ашса, өзіңнен аяма.
ең тамаша бейнесі ол отбасы, иә? Бұл бейнероликтен сендер не түйдіңдер, балалар, көрдіңдер, иә? Өз ойларыңды тұрып бір-бірден айтыңдар. Менің бұл видеороликтен түсінгенім тәрбие талбеспен дейді, яғни тәрбие ең алғашында ол отбасыдан басталады. Бала отбасында не көрсе, не үйренсе, оған не айтса, соны барып өзінің өмірінде істейтін болады. Яғни тәрбиенің ең бастауы ол отбасыда басталады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің деп Бекер айтып иә? Тағы кім не қосады? Мен бұл видеороликтен егер де біз өзіміздің отбасыдан не аламыз, бізге ата-анамыз не береді, тәрбие ал біз ата-анамыздан алған тәрбиемізді өзіміздің өмірімізде қолданамыз. Біз өз балаларымызға біздің ата-анамыз берген тәрбиені береміз. Ұяда не көрсең ұшқанда соны білерсің деп ата-бабамыз айтып кеткен ғой. Айтып кеткендей, біз осы отбасымыздан, ата-анамыздан не үйренсек, біз соны өзіміздің болашағымызда өмірімізге қолданамыз және өз балаларымызға соны береміз. Жақсы. Санжар? Бұл бейнероликте біз балаға дұрыс тәрбие беруді көрдік. Балаға дұрыс тәрбие беру керек, оны жаман жолға салмауға тырысу керек. Оның айтқанын дұрыс емес екенін бетіне айту керек. Не ексек соны оразын дегендей баланың тәрбиесіне аса көңіл аудару керек. Өте дұрыс, жарайсың. Яғни бұл видеороликте сендер көріп отырғандай отбасында басталды, басында ата-анасы, яғни анасы баласына тәрбие, яғни дұрыс берген жоқ, қарап отырғандай сұрана сал, өтірік айта сал, дұрыс істеме деген сияқты бағыт-бағдар берді. Баласы соңында ата-анасын тыңдаған жоқ, өскен кезде жаман жолға түсті, зиянды әдеттерді өзіне жинап алды. Сонда соңында ата-анасы оны істеп, уайымдаған көреміз. Соның арқасында өзінің берген тәрбиесін жемсіз берді. Ал екінші ата-ана ол қанағат болуға үйретті, яғни баласына аз ақша берсе де үнемшіл болуды, қанағатшыл болуды басынан үйретті. Осыны барып көргенде видеода ол бала өскен кезде өте қарындасына қамқор болуды үйренді, қорғауды үйренді, тәртіпті болуды үйренді, және де жақындарына көмектесуді, білімді болуға, ұмтылуға тырысты. Соңында өте жақсы жетістіктерге жетті. Соның арқасында ата-анасын қуантты. Бізде солай осы роликтен алатын нәрсеміз, түйіп алатын нәрсеміз көп екен. Және де айтатын сендерге әлемге әйгілі ғалым Платонның өзі айтқан екен, біз ұлт тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз деген екен. Яғни біз оқушыларды, балаларды, ұрпағымызды тәрбиелей отырып, біз өзімізге үлкен келешек, үлкен болашақ тұрғызамыз деп. Демек, ол елдің қорғаны қыз болашақ ана. Адамның мәдениетті болмағаны ол әдеттен дейді. Әдет нормаларын білуге және сақтауға кез келген адам талпынуы керек. Бүгінгі заман адамы 8 қырлы, бір сырлы болып өз өмірінің суретшісі болу керек. Әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, шыншыл, еңбекқор, еңбек сүйгіш, адалдық, адамдық қасиеттерге бай болсаң, өсе келе ата-анаңның, отаныңның мақтанышы боласың. Қазақта мынандай сөз тіркестері жиі кездеседі. Рухани адам рухы, рухани байлық бұл рухы жоғары адам. Осы тіркестерге мұқият зер сала отырып, рух деген адам нәрсенің денесіндегі бір қуат екендігіне көз жеткізуге болады. Яғни бұның барлығы айтып отқандай жаңағы тәрбиеден басталады, адамгершіліктен басталады. Қазіргі заманда біз соған талпынуымыз керек. Тәрбиелі, тәртіпті болуға, өнерлі болуға, осы арқылы біз өзіміздің болашағымызды жасаймыз. Осы түйгенімізді қағазға түсірейік, сендерге тапсырма беремін. Яғни сендер өздеріңе үй салу арқылы, яғни кірпішті сендер ең тәрбиенің басы ол неден басталады, сол
үй саласында, яғни ең бірінші біз фундамент дейміз ғой, үйдің, оған біз қандай адамның қасиеттерін жатқызамыз. Мысалы, ең бірінші адамгершілік болса, мысалы адамгершілік тәрбиені біз ең үйдің астына қойсақ болады, ең қабырғаларына нені салатын едіңдер, және оның шатырына ең соңында нені қоямыз. Соның суретке салып, кірпіш арқылы бейнеленген, жарай ма? Соған жазамыз ішіне қандай қасиеттер ең бірінші құралу керек. Түсіндіңдер ғой, үй саласында кірпіштерге адам қасиеттерін жазу арқылы үйді құрастырамыз. Оның ішіне кіретін көп, махаббат, адамгершілік, сүйіспеншілік. Үй мықты болу үшін ең бірінші кірпіш неден басталу керек? Бір үй, кірпіштері қанша қалсаңда да өздерің білесіңдер. Ол көп болуы мүмкін, мықты болу үшін сендер кірпішті көп болулары мүмкін. Солай кірпішті, төрт бұрышты кірпішті тұрғызу арқылы үй саламыз. Топпен бірімізге ақыл үйретіп, қосып сөз қосып, бірге топпен жұмыс жасайық. Кірпіштеріне жазуларын жазып, түсіндіре алсаңдар болды ғой бастысы.
бірінші, екінші топ уже суреттерді салып болып жазып отыр екен. Бірінші топ саламыз тезірек. Dayın olsa kayıtlamız ya, orta. Kırpıştırıp sağlamız, kırpıştırıp yazamız. Qanday qasiyetlerмен бастаймыз, сосын соңында аяқтаймыз. Qanday bo'lsa-da, endi uyi qo'y, bu turmusi. Ya'ni bastı o zaman kırpıştırıp salıp söz asımları oldu. Ya bastı olan yerine sözden çıkarmayasın oldu. Ama sözünün пространстве файлы емізші, сәне қасеттеріміз. Бұны басынан соң мәдениет болады. Тәрбие шықпайды. Сол жоғары кезі ең астынан басталуда ең ең соңында махаббат шатыры да сүйіспеншілік болады. Ең бірінші адам болу үшін ең бірінші адамның бойда қандай қасиет болу керек. Сендердің өздерің ойлап жазыңдар. Ең бірінші тәрбие салып өскенде тәрбие жасында болады. Бұл жерде адам бойындағы қасиеттердің ең бастысы қаланатын үй болып тұр да, бірақ сендер
адам бойындағы қасиеттер жазасыңдар ғой үйге. oldu. Hamza burada. Dayanmasın. Al. Maharet değil. Anlaşılıyor. Aykan gibi. Үйде сендер ең көпшіл немен қаладыңдар? Қандай қасиет жазыңдар? Тәрбие. Тәрбие, иә. Екінші шабыт, одан кейін сенімділік, сыйластық, сүйіспеншілік, шабыт, адалдық, әділдік және махаббат. Соңында махаббат жазыңдар, иә? Яғни осы қасиеттер арқылы біз үй тұрғызып жақсы, мықты, иә, адам тұлға қалыптастыруға болады, иә? Сендер солай үй тұрғыздыңдар, иә? Сол арқылы жақсы болады, иә? Бірақ үйлерді боялмай қалыпты, иә? Жақсы болады. Екінші топ. Главный, басты үй салынса болды, жақсы әділдік. Қорғаймыз. Біздің салынған үйіміздің бірінші бізде
алғаш кірпіші фундамент дейді. Біздің үйіміздің фундаменті отбасынан алған тәрбие. Біз осы жаңағы видеороликте көргендей, осы біз отбасымыздан не аламыз, соны біз өз өмірімізде қолданамыз. Сондықтан да біз отбасынан алған тәрбие деп. Өте дұрыс. Екінші бұл бізде үйдің қабырғасындағы қасиеттер адам күнделікті өмірде өсе келе бойына сіңіретін қасиеттер. Олар ауызбіршілік, кішіпейілдік, ерлік, шыншылдық, мейірімділік, сыйластық, мәдениет, қамқорлық, әдептілік, ізеттілік, құрмет, сыйластық, жауапкершілік, татулық, адалдық және әділдік. Адамгершілік, сынау, сыйлық болу. яғни біздің бұл үйіміз адам сияқты үйіміздің ең алғашқы фундаменті, яғни ең алғашқы кірпіштері адамның да ең алғашқы өмірдің бастауы, адамның тұлғалық қасиеттерінің дамуы ең бірінші отбасыдан басталады. Сөйтіп ол ары қарай өзінің күнделікті Кірпіштері күн сайын қаланады, иә? күнделікті өмірінде әртүрлі тәжірибе ала отырып өзінің бойына әртүрлі қасиеттерді сіңіреді. Сөйтіп ол нәтижесінде осы үйдің шатыры сияқты нәтижесі болып, барлық қасиеттер жиналып, ол адамгершіл адам болып, жан-жағына сыйлы тұлға болады. Өте дұрыс, иә? Яғни бұл жерде сіздер ол кірпіш бір күнде қаланбайды, иә? Кірпіш туғаннан бастап өскенге шейін күн сайын қаланады, иә? Оны қоғам тәрбие береді, иә? Мысалы қоғамнан алатын шығар, иә? Отбасынан алады, иә? Құрбыларынан, достарынан деген сияқты, иә? Жан-жағынан солай өзіне керектісін ғана алып қаласа, ең соңында мықты, жақсы тұлға қалыптасады, иә? Соңында өзінің ортасына сыйлы, жақсы, тәрбиелі адам шығады. Өте дұрыс, жақсы саласында, өте әдемі шыққан, жақсы астарлап жеткіздіңдер, бәрісіңдер. Отыра қойыңдар. Яғни адам тумасынан жамандыққа үйренсе, адам туылса жаман нәрсе үйренейін деп туылмайды. Жақсылық адам бойына сол бала кезден келеді. Ол жылдар өте келе өніп шығады, өскен кезде өзінің жемісін береді. Жақсылық өнімнің шыққанның немесе оны жамандықтың арамшөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Ізеттілік пен сыпайылық сияқты адамгершілік түрлері ол отбасынан басталады. Адамгершілік қасиет тәрбие ең бірінші әр баланың отбасын сыйлаудан басталады, иә? Әке-шешеге ешқашан дауыс көтермеу, сөз қайтармау, ата-анасын сыйлау. Яғни бұл сыйламаған жағдайда ол басқа адамдарды сыйламайды, иә? Достарын, құрбыларын, жан-жақтағы қоғамды, иә? Ата-ананы ренжітпеу әр баланың өмір бойғы міндеті. Адам қандай жоғары лауазымды қызметте істесе де, жүрсе де, ол өзінің ізеттілігін, кішіпейілділігін жоғалтпау керек. Үлкен адамдарға қоғамдық көліктерде орын беру керек, мысалы, иә? Сұрақтарына жауап беру керек, дұрыс жауап беру керек, сыпайы жауап беру керек. Адамдық асыл қасиеттерге бізде ол әрқашанда әділдік жатады, иә? Өзара көмек, жан-жағына көмектесіп жүру, қамқор болу, ізеттілік, достық, қайырымдылық, имандылық, әдептілік жатады, иә? Қазір бір-бір орныңыздан бір-бірден тұрып, оны маржан сөздері сыр шертеді. Осы әдіс арқылы өзімізге осы сөздерді сабақ ретінде, өзімізге түйіп аламыз, бір-бірден тұрып, қанекей. Әсел, сен бастау? Оқысын, біреусін ғана оқысын. Ұят жүрген жерде абырой төгілмейді, абырой бар жерде ар шапан сөгілмейді. Отыра ғой. Яғни бұл жерде, ұят жүрген жерде әрқашан сен беделді, жақсы азамат боласың, иә? Келесі. Айта ғой. Ақ қайда болса ұят сонда әдептің не екенін әдепсіз адамды көргенде ұғарсың. Аға әдепті болса іні әдепті, әпке әдепті болса сіңлі әдепті. Әдептілік адамдылықтың белгісі. Жақсы. Бұл жерде де әдепті болсаң, сенің жан-жағыңдағы адамдар да, іні, сіңлі, қарындастарың да сондай әдепті адамдар болады. Бітер істің басына жақсы келер қасына, жақсы адам елдің ырысы, жақсы сөз жанның тынысы. Бұл деген сен не түсіндің? Мен бұл... Яғни жақсы адам
жақсы адам болсаң, сен жан жағыңа да сыйлы адамсың, иә? Жақсы сөз айтсаң, бұл адамға жақсы тыныс береді, әсер береді деген мағынада жазылған, иә? Дұрыс. Әдетсіз балаға ауыздықсыз атпен тең, ақылды қария жазып қойған Бұл мен қалай айтылған? яғни адам өзінің бақ дәулетімен, сыртынан киген киіммен өлшенеді. Ол өзінің әдептілігімен және әдепсіздігімен өлшенеді. Адам әдепсіз болса, ол ауыздықсыз атпен тең болады. Ал адам әдепті, ақылды болса, ол жазып қойған хатпен тең болады. Өте дұрыс. Ал қай сөз қалды, кім айтпады? Біреуміз тұрып айтамыз. Кім? Санжар сен айтпады ма? Айта ғой. Сиғаси сыраға бал деген болдым, иә? Соны оқиын. Көк түстегі. Сиғаси сыраға бал. Ұлың өссе, ұлы үлгімен ауылдас бол. Қызың өссе, қызы үлгімен ауылдас бол дейді. Бұл жерде адам өзінің жасаған біреу саған жақсы жасаса, сен де оны жақсы қабылдап, ол адамға да жақсы көзқараспен қарауың керек деп айтылған. Иә, жақсы, браво. Келесі? Жақсы адам жолдасынан белгілі. Иікке шықса көзің ашылады, жақсымен сөйлессең көңілің ашылады деген. Ол жақсы адаммен тату болсаң, ол да сені қасына ертіп жақсылыққа үйретеді. Иә, өте дұрыс. Жақсы адаммен жүрсең, әрқашан жақсы нәрсе көресің, иә? Әрқашан көңілің ашық болады, көзің ашық болады деген. Мақал сөздер, яғни мақал сөздер және бір-бірден тұрып айтып өтейік. Кім айтпады? Ата-ананың ақылы сақылмайтынын көрмейді. Ата-ана әрқашан саған жақсы болсын деп өз ақылдарын сенімен бөлісіп, сені тәрбиелеп отырады. Иә, дұрыс. Мен оқып шығайын онда. Баймын деп мақтанба дейді, жарлық бар, көппін деп сұқтанба, жалғыздық бар дейді. Сен өмірде, яғни бір нәрседе бір орында қалмайсың. Әрқашанда бір күні сен, мысалы, бай болуың мүмкін, иә? Басқа күні қандай жағдай болатынын сен білмейсің. Сол үшін қазіргі өзіңнің лауазымымен, байлығымен мақтанба дейді. Адамгершіліксіз адам айқайлай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Адамгершілікті адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді дейді. Бұл жерде де адамгершілік бар адам әрқашанда сабырлы және де ақыл болып келеді. Ақыл тозбайтын дон, білім таусылмайтын кен дейді. Ақыл байлық жазбас байлық, ақылың болса арың сақта, ар ұят керек әр уақытта дейді. Әдеп сақта заманда әрбір адал адамға жасасаң бір жақсылық қайтарады саған да. Ынтымаққа қосылда, ықылас қой болсын, әр мақсаттың нақ болсын, ақылыңнан қосылмайды. Мына суретте көріп тұрғандардай жақсыдан үйрен, жамандықтан жирен дейді. Мына жерде міне тәрбиелі бала, тәрбиелі, тәртіпсіз бала деп бөлсек болады. Әдепті бала, әдепсіз бала. Міне мына жерде көріп тұрғандардай әдепсіз бала әрқашан қоғамда да, сыртта да барлығын өзінің әдепсіздігін көрсетіп, барлығын бұзып, біреуге қиянат жасаумен болады. Жақсы бала әрқашан ол жан-жағына көмектесіп, қамқор болып жүрді. Үлкенге құрмет, әдептілік, тәрбие бастауы. Ол әрқашан ол бала жан-жағына көмектесіп, үлкендерді сыйлап, міне көріп тұрсыңдар, жан-жағына тиянақты, ұқыпты болады, қайырымды болады және де. Тәрбие деген ол бір ғана сөз емес, оның ішінде қаншама сөз жатыр, қаншама адамгершілік қасиеттер жатыр, қайырымдылық, адамгершілік. Ол деген жан-жағына қоғамда сыйлы болу, тәртіпті болу. Міне айтып тұрғандай, әрқашанда үлкендерді құрметтеу, отанын қорғау соның ішінде. Қазір мен сіздерге бір не істер едің деген жағдай ұсынамын, сол ұсынатын мәтінге қарап сендер соны қалай шешер едің деп соны айтасыңдар.
Бірінші жағдайы ол Ерлан байқамай Анарды итеріп қалды. Анар қатты ашуланды да жағымсыз сөздер айтып тастады. Қалай ойлайсың, кімдікі дұрыс? Бұл жерде Анардікі дұрыс емес, себебі Ерлан оны байқамай абайсыздан істеді, оны Анарды әдейі итерген жоқ. Сондықтан да мен Анарға оның қалай болғанын және Ерланды байқамай істегенін, оның Ерланды жағымсыз сөздер айтып ренжітудің керегі жоқ екенін, әдепті болу керек екенін. Сабыр сақтау керек, иә? Ол байқамай итеріп қалған шығар мүмкін, иә? Оны жаймен түсіндіріп, ақылға келуге болатын, иә? Бұл жағдайда. Дұрыс. Екінші жағдай, яғни сабаққа кешігіп қалдың, орның бос емес. Артқы партада бос орын тұр, орнына отыруың керек пе? Қалай не істер едің бұл жағдайда? Кім жауап береді? Сен сабаққа кешігіп келдің, орның бос емес, иә? Өзің отырасың. Сен не деп айтасың? Сен тұр, бұл менің орным, мен отырамын деп айтасың ба? Жоқ, әлде артқы орынға барып отырасың ба? Не істер едің, ана? Мен бұл жағдайлардың шешімін былай түсіндіремін. Егер мен сабаққа кешігіп келіп, менің орным бос болмай, артқы партада орын болса, мен сол кешігіп келген сабағымда болсын, сол артқы партаға келер едім. Себебі кінәменде кешігіп келген менің орныма басқа бала отырды, бірақ мен басқа сабақтарда үзілістерде өз орныма қайтадан ауысуға болады. Өйткені мысалы сабақ өтіп жатса да, сабақ бастала келе жатса, сен кедергі келтіріп, ол жерде мысалы шу шығарып, олай болмайды. Бос орынға барып отыру керек. Дұрыс айтасың. Үшінші жағдайы, сен велосипедпен жарысқа қатысып жатырсың. Жарысып келе жатырғанда жолдың шетінде жолдан өтпек болып тұрған қарияны көрдің. Жол беріп өткізіп жіберсең, жолдастарынан қалып қоясың. Сен не істер едің? Мен бұл жағдаятта өз жарысымдағы велосипедімнен түсіп, қарияға барып көмектесер едім. Себебі мен өз жолдастарымнан қалып, жарыстан жеңіліп қалсам да, мен қарияға көмектестім, мен қарияға жақсылық жасадым, мейірімділік жасадым, өзімнің адамгершілік қасиетімді көрсеттім. Мен қазір мысалы жарыстан жеңіліп қалсам да, ол маған бір күні адамнан болмаса да Алладан қайтар еді деп сенемін. Дұрыс, яғни жақсылық жасауға әрқашан асығуымыз керек. Ол қария өйткені қарт кісі, сен ол кісі одан кішісің, оған көмектесіп жақсылық жасау, ол сенің былайша айтқанда міндеттерің. Батасын алып қарияның жүру, ол әрқашан да дұрыс. Сен сыныптасыңмен бірге автобусқа мініп, алдыңғы орындыққа отырдың. Себебі артқы орындықта орын жоқ. Келесі аялдамада бір үлкен кісі мінді. Сен үлкен кісіге орын бересің бе, әлде жолдасының тұрып орын бергенін күтесің бе? Егер де мен осындай автобусқа, қоғамдық көліктерге отырғанда, осы жолдасым екеуміз отырған орыннан басқа бос орын жоқ болса, мен қарт кісіге тұрып орын беретін едім. Себебі ол кісі қарт кісіге көмектессем, ол кісі маған батасын береді. Мен өзімнің қарт кісіге жәрдем беріп, ол кісіге өзің әдептеріңді, тәрбиеңді көрсетемін. Ол кісінің денсаулығы болмауы да мүмкін. Жарайсың. Келесі, саған анаң өзі жұмыстан келгенше үйде жинастырып қойып тапсырды. Сен достармен ойнап жүріп, бұл өтінішті ұмытып кеттің. Анаң жұмыстан келіп, өз үйді жинап қойыпты. Сен келгенде анаң ренжіп еді. Сенің әрекетің қандай болмақ? Жауап бермеген бала жауап берейік. Санжар, сен не істейтін едің? Мен егер сондай жағдайға тап болсам, анамнан кешірім сұрап, оның келесі жолы жинаймын деп уәде беретін. Жарайсың, дұрыс, Сен өйткені оны әдейі істемедің, достарың ойнап жүріп, есіңнен шығып кетті, Жақсы. Өте дұрыс, балалардың барлығы өздерін жақсы ойларын жеткіздіңдер. Енді осы тәрбие сын сағатынан сендер не түйдіңдер? Әрқашан адал болуды, тәрбиелі болуды, тәртіпті болуды үйрендіңдер.
тәрбие ол талап етістен басталады. Тәрбие деген ол бір сөз, бірақ оның ішінде қаншама адамгершілік, адамның қасиеттері жатыр. Ең туылғаннан бастап бала тәрбиеде үйінен алады, отбасынан. Сол үшін сол алған тәрбиесін ол қоғамға көрсетеді. Сол үшін де сендер өскен кезде өздерінің жан-жақтағы достарына, кішілерге, үлкендерге ізеттілікпен, кішіпейілділікпен өздерінің жақсы бала екендерінде қоғамда жақсы орындардың бар екенін көрсетсеңдер, сендердің болашақтарың әрқашанда зор, үлкен. Сол үшін қазірден бастап жақсы тәрбие алуға, жақсы сөз сөйлеуге, жақсы істер жасауға ұмтылайық. Мектептің табалдырығынан кіргеннен бастап бір-бірлерімен сыйлы болыңдар, бір-бірлерін сыйлаңдар, ұстаздарды әрқашан сыйлаңдар, бір-бірімен тату болыңдар, дос болыңдар. Солай сіздер қоғамда өздеріңнің үлкен орындарында аласыздар. Осымен біздің бүгінгі сынып сағатымыз аяқталды. Сіздерге үлкен рахмет. Сонымен сау болыңдар.